Сәлем достарым, қалайсыздар? Бүгін сіздерді көріп отқаныма өте қуаныштымын. Кеттік. Бүгінгі тақырыпты өздеріңіз көріп отқандай, бүгін медициналық колледжден универге қалай түсемін деген сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Кеттік. Достар, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Бұл тема сізді қызықтырса, әрине достарыңызға тарата отырыңыздар. Кеттік. Бүгінгі біздің тақырып медициналық колледжден универге қалай түсемін, ОБТ немесе КТА деген сұрақтарыңызға жауап беретін боламын достар. Жалпы көп студенттің колледжді бітірген соң таңдау өте қиын болады, универ немесе әрі қарай жұмыс деген сияқты. Егер де әрине болашағыңызды ойласаңыз, болашағыңызды жақсы, жарқын болғанын қаласаңыз, универді таңдағандарыңыз өте дұрыс. Бұл медицинада оқитындарға және басқа колледждің түлектеріне де арналады. Достар, енді қараңыздар, жалпы мен қалай түстім университетке? Мен өзім 2020 жылы бітірдім. Бітірген жылы менде өздеріңіз білетіндей карантин болды. Карантинге қарамастан мен ОБТ-ны барып тапсырған болатынмын. ОБТ, достар, ОБТ. Естіп тұрсыздар ма, көріп тұрсыздар ма? Неге? Себебі медициналық колледжді бітірген студент ол КТА деген дүниені тапсырмайды. КТА ол белгілі бір тарапта колледждің студенті колледжде оқыған дүниесін тапсыру керек, екі сабақтан ғана. Оны менің інім тапсырған болатын осы жылы. Достар, ОБТ бізде білетіндей тарих, оқу сауаттылығы, қазір математика сауаттылық деген бұрын математика болды, қазір математика сауаттылық, химия, биология. Көріп тұрғандарыңыздай 5 сабақ, мен дәл осы 5 сабақтан ОБТ тапсырдым, достар. Мен колледждің түлегі 5 сабақтан ОБТ тапсырдым. Получается, 10-11 класстармен бірге отырдым, оларға қандай сұрақ түседі, оларға қандай сұрақтар тез түседі, дәл сондай тез сұрақтары маған да түскен болатын. Себебі әртүрлі каналдар бар, достар, который ОБТ-ға дайындайтын. Сол каналдарға тіркеліп қойсаңыздар, уже ОБТ басталған бірінші лек басталады, сол кезден бастап тез жауаптары, сұрақтары жалпы шығып бастайды. Ол сізге бір плюс ақпарат. Достар, енді қалай мен ОБТ-ға ОБТ тапсыруға дайындалам, немесе қалай тапсырам деген сұрақтарыңызға жауап берейікші. Достар, бірінші, сіз январдан бастап дайындалғаныңыз дұрыс. Кәдімгідей адамдар 11 сынып оқушылары қалай дайындалып жүр, қай курстарға жазылып жатыр, қай курсқа жазылған дұрыс, қандай группалар бар деген сияқты. Сол группалардың барлығына тіркеліп аласыздар, 10-11 класстармен ақылдасасыздар. Получается, 11 класстармен қайда дайындалып жатсың, кіммен оқып жатсың. Егер мүлдем ондай таныстарыңыз болмайтын болса, достар, YouTube деген немесе интернет деген қазір толып тұр ақпараттың легіне. Сондықтан да Инстаграмға кіреміз де, аккаунттар жазамыз да, сол аккаунттарға жазып, мен ОБТ-ға қалай дайындалам деген сұрақты қойып, сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Солай январдан бастап дайындалғаныңыз, достар, дұрыс. Егер де сіз грантқа түскіңіз келсе, грант жеңіп алғыңыз келсе, міндетті түрден ертерек бастаңыздар. Себебі әркімнің қабылдау жүйесі әртүрлі, достар. Кеттік. Одан кейін жалпы бірінші солай дайындаласыздар январдан бастап, майдың аяқтары келіп қалады ғой, өзі сол кезде шығады ақпараттар. Қалай жаңағы ОБТ-ға документ тапсыру керек, немесе ОБТ-ны қайда тапсыру керек деген сияқты, алғашқы ОБТ қайда болады деген сияқты мәліметтер шығады. Сол мәліметтерді жіберіп алмай қарап жүресіздер. Мен өзім Ақтау қаласында болған соң, мен Ақтау қаласына Есенов университетіне документтерін тапсырған болатын. Бірінші маған медосмотр керек болды, 3-4 сурет. Одан соң барып сол жерден ақпаратты сұрап алдым. Документтер, қандай документтер керек екен, тағы сұрап алыңыздар, достар. Себебі менен осы колледжде оқып жатыр, немесе ОБТ тапсыруға рұқсат деген сияқты анықтамалар сұратқан болатын колледжден. Сол документтердің барлығын жинап, Есеновке апарып тапсырдым. Менің алғашқы ОБТ-ым Есеновтың, сол бір Есеновтың қай микрорайон екенін ұмытып қалдым, бір зданиясы бар ғой, мешіттің қасындағы, сол зданияға барып тапсырған болатын, достар. Получается, сіздер, как обычно, ОБТ тапсырасыздар. 11 сыныпта қалай оқушылар бітіреді, дәл сол сияқты сіз дипломыңызды алып алмауыңыз маңызды емес, просто оқып жатасыз, потому что біз дипломды июль айында аламыз, ал бізге ол документ тек қана универге документ тапсыру үшін керек. Оны келесі видеода түсірем. Ең бастысы сіз сол оқып жатыр деген анықтаманы апаруыңыз керек универге.
өзіңіздің қалаңызда қай жерде ұбт қабылдайды, қай жерде ұбт-ға документ қабылдайды, сол туралы ақпараттардың бәрін біліңіздер достар, и сол жаққа апарып тапсырасыздар. Түсінікті деп ойлаймын. Бүгінгі тақырып бізде жалпы осы ұбт жайында болатын достар. Енді мен өзімнің ұбт-дан қанша балл алғаным қызық шығар сіздерге. Мен ұбт-дан 56 балл алдым. 56. Қате естіген жоқсыз, 56. Неге? Себебі мен кеш дайындалдым ұбт-ға біріншіден, екіншіден менде диплом болды. Дипломда бізде сұрақтарын берген жоқ, оны да бөлек түсіретін боламын. Жалпы мен дипломға дайындаламын деп көп уақытым кетті де, ұбт-ға мүлдем уақыт бөлген жоқпын достар. Менің ата-анам ұбт-ға дайындалуға маған көңіл бөлген жоқ. Олар айтты, өзің дайындал, өзің істе, өзің оқы, кітап деген тұр, интернет деген тұр деді достар. Бірақ мен мүмкіндіктерін пайдалана алған жоқпын. Солай мен құлап қалдым бірінші ұбт-дан. Екінші ұбт-ны тағы да тапсырдым достар. Мүмкіндіктеріңіз әрине бар. Мүмкіндік дейтін толып жатыр достар. Жалпы үмітіңізді үзбесеңіздер, сіздің алдыңыздан Алла тағала мүмкіндік деген үйіп төгіп береді. Сондықтан да өкінбейміз ешқашанда. Мен екінші ұбт-ға жылап жүріп 1 ай дайындалдым. 1 ай достар, 1 ай. 1 айдың ішінде барлық тапсырып жатқан тілектердің тесттерін қарадым, тағы да сайттарға тіркелдім. Солай 1 айдың ішінде кері мен проходной балды жинап шықтым. Ол кезде проходной балл 65 балл болатын. Мен 69 или 68 деген баллмен осы оқып жатқан университетіме түстім. Бірақ мен қазір гранттамын достар. Оны да алдағы уақытта қалай грантқа ауысқанымды айтып беретін боламын. Бүгінгі мәлімет сіздерге қызық болды деген ойдамын. Мені жіберіп алмаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.